Отбасымды бұзған әжем. Екінші бөлім. Авторы Айдана Істілеуова. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Көп ұзамай әкем барлық малды сатып, қаладан үй алып, әйелі шағын дүкен ашып алды. Әжемнің бар күні екінші келінімен ұрсып, одан қалды балгерлерді жағалап жүрді. Сондағы атама айтатыны, ана сұр жылан ұлымның басын дуалап, айналдырып алған. Қанша балгерлерге барсам да осы сөзді айтады, деді. Әкемнің дуаланғанын естіп, таң қалып жүрдік. Десе де өзінен көрсін дегім-ақ келеді.